Қайырлы күн баршаңызға. 4-ші сынып математика 114-ші сабақ 1 мен 10 есептерді шығаратын боламыз. Видеоны соңына дейін қарауды ұсынамын. Бүгінгі тақырыбымыз бөлшектер және пысықтау. Бірінші есеп табиғатта су қай жерде болатын туралы мәліметтерге қара, сандық мәліметтерден теңсіздік құр деген екен. Міне сіздерге теңсіздікті құрып ұсынып отырмын. Дәл осылай жазып алыңыздар. Екінші есепті бөлшектерді салыстыр деген. Міне сіздерге салыстырып ұсынып отырмын. Үшінші есеп шереттер бойынша аралас сандарды жаз деген. Бұл оқушылар жеке-жеке өздері орындау керек. А және Ә бөліктерден құралған. Міне сіздерге есепті шығарып көрсетіп отырмын. Дәл осылай жазып аласыздар. Төртінші есепте есепте деген. Өткен сабақтарда дәл осылай есептер шығарғанбыз, сіздерге қиындық тудырмайды. Міне сіздерге шығарып ұсынып отырмын. Дәл осылай шығарылады есеп. Бесінші есепте есептерді теңдеу құрып шығар деген. А және Ә бөліктерінен тұрады. Мен сіздерге шығарып көрсетемін. Міне А бөлігі есептер шығарылды. Ә бөлігінде мәлімет толық емес деп көрсеттім. Алтыншы есепте есепте деген. Бұл жерде мен сіздерге есептеп көрсетемін дәптерімнен. Міне есептеп көрсеттім. Есептер қиын емес, бәрі де оңай. Номері 7-ші есеп математика күнделікті өмірде деген есепті мен сіздерге қазір шығарып көрсетемін. Бұл жерде бірақ есептің Ә нұсқасы ғана сәйкес келетінін айта аламын. Сегізінші есеп тапсырманы орында деген. Бұл шығармашылық жұмыс екен. Сол есепті қазір мына жерде тор көздер берілген. Қай тор көздер боялынатынын сіздерге көрсеттім. Есепті шығардым. Тоғызыншы есеп сен зерттеушісің. Кестені пайдаланып есепті шығарып көр деген екен. Әкесі мен Арман туралы мағлұмат. 15 жылдан кейін әкесі 35, 40-45, 50 жастарда, Арман 10, 15, 20, 25 жастарда болады екен. 10-ші есеп үй тапсырмасы ретінде беріледі. Теңдеулерді шеш деген екен. Мен сіздерге осының ішінен 2 теңдеуді шығарып көрсетейін. Міне үй тапсырмасындағы 2 теңдеуіміз. Осы есептерге қарап ары қарата өздерін шығара берсеңіздер болады.